Сәлем, болашақ магистрант. Бүгін біз магистратура тестінде программалау тілі бойынша, Python программалау тілі бойынша массивтер тақырыбына талдау жасайтын боламыз. Ең көп келетін сұрақтардың бірі болып саналады. Мұқият тыңдаңыздар. Кодтың нәтижесі қандай болады деп сұраған екен бұл жерде. Бізде А массиві бізде бірінші, екінші, үшінші индекстерге тең болады, және Б массиві А-ның мәніне тең болады, және Б айнымалысына 4 санын қосуымыз керек. Нәтижесінде принт арқылы біз А айнымалысы және Б айнымалысының мәндерін шығаруымыз керек екен. Яғни мен сіздерге ары қарай түсінікті болу үшін сіздерге талдап көрсетейін. Мына жерде А-ның мәні бізде бар, және Б-ның мәні сәйкесінше бізде А-ның мәніне тең болады. Яғни оның мәнінде бізде бірінші, екінші, үшінші индекстерге тең болады екен. Яғни екеуінің мәні тең болады. Және Б айнымалысының мәніне төртінші индексті қосуымыз керек. Сәйкесінше бізде append операторы бізде қосу деген мағынаны білдіреді. Яғни ең соңынан қосуымыз керек екен. Нәтижесінде осындай мән шығады. Енді мына жерде бізде айтып кеткендей, Б-ның мәні А-ның мәніне тең болады. Сәйкесінше бізде А-ның мәнінде тура осындай нәтижені береді екен. Енді принт арқылы біз шығаратын болсақ, бірінші, екінші, үшінші, төртінші индекстер шығады екен. Енді жауап нұсқаларын талдайтын болсақ, мына жерде мынау жауап енді егерде бізде мынандай индекс қосылмаған жағдайда бұл жауап дұрыс болатын еді. Бірақ та біздің жағдайымызда бұл қате. Ары қарай бірінші, екінші, үшінші бұл жерде массивті емес, мына жерде нүктелер арқылы жалғасқан. Бұл да қате болып саналады. False. Яғни бұл жерде ешқандай мән false шықпайды. Егерде біз принт алып тастаған өзінде де осындай мәндері шығарады. Яғни ешқандай қате шықпайды. Мына жерде А нұсқасы бізде дұрыс болады екен. Яғни екі нәтижеде бізде дұрыс болады деген сөз. Яғни осындай сұрақтарды жаттап жүріңіздер, жалпы біліп жүріңіздер. Алдағы уақытта сіздерге сәттілік тілеймін.